Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы кеш. Көп адамдардың сұрақтарының біріне жауап беріп кетейін. Қандай тауық баққан дұрыс, тауық бизнесін бастап ақша тапсақ бола ма дейтін сұрақтардың бірі. Әрине, тауық бақсаңыздар болады. Енді тауықтан ондай алып батқан миллион, 2 миллион дейтін андай бизнестер сияқты ақша жоқ. Өзіңіз керек, үй жағдайында асырайтын болсаңыз, әрі кеткенде 100, 200, 300, ең көп дегенде табатын ақшаңыз 500 мыңға дейін ақша таба аласыз бір айда. Үй жағдайында асырасаңыз, енді одан да көбірек ақша табу мүмкін емес, сөздің шыны керек. Енді ең бірінші тауық бизнесін бастау үшін сізге қандай бағытта екенін өзіңіз анықтап шешіп алуыңыз керек. Мысалы, инкубационный бағытында ұстайсыз ба, жұмыртқа бағытында ұстайсыз ба, или болмаса ет бағытында ұстайсыз ба, тауықтың ең бірінші соны ажыратып өзіңіз біліп алуыңыз керек. Мысалы, мен өз басым, біздер ет бағытына да, жұмыртқа бағытына да ұстамаймыз. Бірақ алдағы уақытта ет бағыты мен жұмыртқа бағытын қоса ұстайтын ойымыз бар. Бірақ енді оны келесі жылға қаратай қалдырып жатыр. Келесі жылға қаратай жақсы пландарымыз бар, бұйыртса 2025 жылға. Соған енді қазір біздер кішігірім қаражат жинап жатырмыз. Қазір мені өзім енді инкубационный жұмыртқа сатам. Мысалы, мына адлер, көз алдыңызда тұрған серебристый адлер деп айтылады. Бұлардың жұмыртқасы 200 теңге мен 250 теңгенің арасында сатылады. Линиясына ойланысты, қай жақтан келгеніне маңызды ғой. Сол линия дейтін сол. Мысалы, Россиядан келсе 250, Қазақстан болса 200, 230 деген сияқты. Сол примерно солай. Ал мысалы, мына австралиялықтардың жұмыртқасы 400 теңге мен 1000 теңгеге дейін барады. Енді әр қалада, Алматы жақтарда 1000 теңге, 700 теңге, Батыс Қазақстанда да тоже солай 400 теңгеден басталады, Батыс Қазақстан 500, 600 солай кете береді. Бұлар да тоже ет бағытына өте жақсы тауықтардың бірі, және де инкубационный жұмыртқасына жақсы сатуға болады. Енді мен бұл қара тауықтарды инкубационный жұмыртқа сату бағытында ұстап отырмын, осы қара тауықтарды. Ал бұлардың да тоже солай ұстап отырмын. Енді мына үйректерді айтатын болсам, үйректер енді өзіме для себя интерес үшін бағып жатырмын. Примерно енді, мысалы, менде қазір мына жерде 15 тауық, 2 әтеш жүр. Мен енді 10 жұмыртқаның өзін 250-ден сатсам, маған енді күніне 2500 теңге ақша келіп тұрады примерно. Инкубационный жұмыртқа сататын болсам, сол үшін өздеріңіз енді бастар алдында бір 100 мың қаражаттарыңыз болса, 100 мың ақшамен осындай серебристый адлер или болмаса юбилейный кучин дейтін бар. Соны сол екі породаны бағсаңыздар болады. Оған сіздер қалай істейсіздер? 50 мың теңгеге тауық аласыздар. 50 мың теңгеге тауық аласыздар. 50 мың теңгеге жемін, витаминдерін, манағы керекті тауықтарға керекті құрал жаймақтарын аласыздар. Сол кезде сіздерге 100 мың ақша кетеді. Біреулер бар, мысалы, бәріне тауық алып тастайды, жеміне де ақша ауыспай қалады, зарплатынан өзінің зарплатасына төлейді, былай келіп жатқан ақшаларын жем алады. Олай сіздер асырасаңыздар олай болмайды тоже. Олай асырасаңыздар сіздер минусқа кетіп қаласыздар. Манағыдай ғой, 50 мыңға тауық алдыңыз, 50 мыңға бір айлық, 2 айлық керекті жем, суларын, витаминдерін бәрін алып тастадыңыздар. Сіздер уже бұлар тауықтарды алғаннан кейін түскен табысты бөлек жинайсыздар. Өздеріңіздің қоржындарыңыз болады. Сол қоржынға бөлек жинайсыздар. Бір айдың бірінде бастасаңыздар, айдың 31-інде, 30-арында есептейсіздер қанша қаражат түсті. Мысалы, 300 мың түссе, соның 50 мың теңгесін жемге алып тастайсыздар. 100 мың теңгесін манағы өзіңіздің тауықтарға салған ақшаңыз бар ғой, соны шығарып тастайсыздар, бөлек сонда 150 мың теңге былай кетеді, 150 мың теңге сіздің таза табысыңыз болып есептеледі. Ары қаратай да дәл солай кете береді. Мысалы, 200 мың тапсаңыз, 50 мың теңгесі жемге алып тастайсыз, 100 мың теңгесі өзіңіздің мана тауыққа салған ақшаңызды есептеп алып тастап отырасыз. Сонда сізде қалатыны аржағында 150 мың теңге пайда. Солай қалған пайдаларды жинап сіздер дальше больше басқа порода аласыздар. Ал манағы тауыққа салған 100 мың теңгелеріңізді дальше оланы 100, 200, 300 де оны бөлек қоржынға жинай бересіздер. Дальше больше қораны кеңейтетін болып қаласыздар. Или болмаса өзіңіздің манағы керек жарақтарыңыз болып қалады. Мысалы, машина аламын дейсіз, үй аламын. Ондай ақшалар бөлек уже былайдан бөлек жинай бересіздер.
Соны да ескерген дұрыс та. Мына біреулер бар, минусқа кіріп кетіп жатады. Маған бір кісі сұрап жатқан, бір үлкен апа, бала мен осылай пенсиям түсіп еді, соған алып едім тауықты. Енді тауықтарым өліп жатыр, типа минусқа кетіп жатыр, қалай істейсіз деп. Айтқан, апа, осылай жасайсыз, осылай түсіндіріп берген дұрыстап қазақша. Мен енді орысшам көп жетпейді, орысша түсіндіріп береді. Қазақша солай түсіндіріп бергенмін. Қазір енді шүкір, ол апа дейтін. Мен осы біздің үй жақта тұрады, үлкен кісі ғой. Жақсы, қазір барам, үйінде анандай жатады. Андай бір порода бар ғой. Лигорн сияқты тоже ода. Бір күні көріп жатсам, видеоға түсіріп жіберемін. Сондай бір порода ұстап алған, ол жұмыртқасын тек қана жеуге сатамын дейді. Инкубационный жұмыртқа сатпаймын, балам, мен тек қана жеуге сатамын дейді. Солай асырап отыр. Сіздер де енді ең бірінші асырайтын болсаңыздар, мен сіздерге аділерге кеңес беремін. Инкубационный жұмыртқа сататын болсаңыздар, сосын коучингге кеңес беремін. Бұлар өте арзан тауықтар, және де ақшасын тез ақтап алатын тауықтардың бірі. Ал мына тауықтарда да болады асырау, просто бұлар қымбаттырақ түсіп кетеді. И бұның жұмыртқасын, ақшасын сіз ақтағанша біршама күтесіз. Содан кейін Лигорн мен Ламан Браунды оларды чисто жұмыртқа бағытында ұстасаңыздар болады. Тек қана жұмыртқа бағытында ұстасаңыздар болады. Оның жұмыртқасын 70 теңгеден 80-70 соның арасында сатып отырасыздар ғой. Сөйтіп сатып отырасыздар. Солай бастап көрсеңіздер болады. Енді мен өзімнің басына өткен жағдайларды айтып жатырмын. Енді Алла бұйыртса, біздер 2025-ке пландар өте көп. Енді бұйыртса көреміз, Алла қосса. Бір нәтижесі болар деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңіз, ойларыңызды жазып кетіңіздер. Ұнамаса ұнамады деп жазыңыздар, ұнаса ұнады деп жазып кетіңіздер. Оның менде не жоқ. Мына жерде қате кетіп жатыр, десеңіздер де болады. Адамның қатесін түзеуге болады. Сөйлетпе. Все, давайте, достар.